Суды дұрыс ішудің 10 ережесі. Бірінші, таңертең ұйқыдан тұрған соң 1 стакан су ішу. Бұл ағзаны оятады, ішкі ағзаларды жұмысқа қосады, токсиндерді шығарады. Бөлме температурасындағы жылы су ең пайдалысы. Екінші, тамақ алдында 20-30 минут бұрын ішу. Бұл асқазан судын дайындайды, тамақты жақсы қорытуға көмектеседі. Бірақ тамақпен бірге немесе тамақтан кейін бірден су ішу аз қорытуды баяулатады. Үшінші, тамақтан кейін кемінде 40 минуттан соң ішу. Егер шөлдесең, тек кішкентай жұтымдармен ішуге болады. Төртінші, күні бойы аз-аздан жиі ішу. Бірден көп ішу бүйрекке салмақ түсіреді. Бесінші, күніне орта есеппен 1,5-2 литр су ішу. Бірақ бұл мөлшер ауа райы, дене салмағы мен белсенділікке байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, ыстықта немесе спортпен айналысқанда көбірек су ішу. Алтыншы, суды баяу жұтып ішу. Бірден көп мөлшерде ішу жүрек пен асқазанға ауыр тиеді, ал жай жұтымдап ішу бұл ағзаға табиғи пайдалы. Жетінші, салқын судан сақ болыңыз. Өте суық су қан тамырларын тарылтады және асқазанға зиян келтіреді. Ең пайдалысы жылы немесе бөлме температурасындағы су болып табылады. Сегізінші, кешкі уақытта су мөлшерін азайтыңыз. Ұйықтар алдында көп ішу бүйрек пен жүрекке салмақ түсіреді және бет ісінуіне себеп болады. Ұйықтардан 1-1,5 сағат бұрын тек бірнеше жұтым ішу жеткілікті. Тоғызыншы, шай, кофе, шырын олар су емес. Олар ағзадан суды шығарып жібереді. Суды азайтушы фактор болып табылады. Оныншы, таза суды таңдаңыз. Ең дұрысы фильтрленген немесе қайнатылған су. Газдалған тәтті сусындар денсаулыққа зиян тигізеді. Канал пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліңіз.